Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге бауырды жұмсақ қуырудың құпия әдісімен бөлісетін боламын. Рецепт оп-оңай. Видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Бүгінгі ерекше тағам үшін бізге бауыр қажет және ас содасы қажет. Ең алдымен бауырды алып, жақсылап жуып, енді қажет емес жерлерін алып тазартып тастаймыз. Шандырларын, кішкене қалқаншаларын бәрін жақсылап тазартып, тап-таза қылып бауырды алғаннан кейін қабығын алуға кірісеміз. Яғни бауырдың бетіндегі пленкасын тазартып алып тастауымыз керек. Ол үшін бір ғана шетінен осылай жаймендеп тартып отырсаңыз, өзі-ақ оп-оңай видеода қарап отырғандарыңыздай алынып тасталынады. Мен 1 килограммдай бауыр алдым және бір ғана жағында болғандықтан пленка оп-оңай ғана алына қойды. Енді әрмен қарай біз бауырды осылай қатты қалың емес, қатты жіңішке емес, осылай тура видеодағыдай кесіп шығамыз. Не болмаса өздеріңіздің қалауларыңызға қарай 3 бұрыштап, 4 бұрыштап формасын кессеңіздер де болады. Бастысы қатты қалың болып кетпеуі керек. Яғни өте жіңішке емес, өте қалың емес, осындай орташа қалыңдықта кесіп шығамыз. Енді кесілген бауырдың барлығын жинап бір ыдысқа салып аламыз. Әрмен қарай бауырды енді ас содасымен маринадтайтын боламыз. Яғни кесілген бауырымыздың үстіне 2 ас қасық толтырып ас содасын салдық. Енді қолмен жақсылап араластырамыз да 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін алып, жақсылап ең алдымен қанжылым сумен жақсылап шайып жуып шығамыз. Мінекей дұрышлаққа салып, қазір су ыстықта емес, ыстық болмайды, мұзда емес, қанжылым қылып жақсылап, жақсылап тұрып араластырып, әбден араластырып жуып шығамыз. Әрмен қарай енді мұздай сумен жақсылап тұрып, осы су әбден ағарғанша 2 қайтара жуып, бауырды сорғытып аламыз. Енді ары қарай бауырымыз тап-таза болып жуылды. Үстіне 1 тола ас қасық тұз қосамыз және өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әртүрлі жаңағыдай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қара бұрышты қостым. Қазір жақсылап араластырамыз. Одан кейін 40-50 граммдай ұн қосып жібереміз. 4-5 қасық тола осындай ас қасықпен ұн салып, қолмен жақсылап араластырамыз. Ұн мен бауырды жақсылап араластырып болғаннан кейін, енді табамызды отқа қойып, сәл ғана қыздырып, үстіне күнбағыс майын азғантай ғана құйып, енді бауырымызды қуыруды бастаймыз. Осылай қызған майға әбден жайғастырып, енді қазір қуыра бастаймыз. Бауырды, яғни бәсеңдетілген отта қуырамыз, астын қатты ашып жібермейміз газдың, сәл ғана осылай орташа отта қуырып шығамыз. Екінші жағын төңкеріп, тексеріп отырып, жақсылап қуырамыз. Бауырымыз күйіп кетпес үшін осылай қайра төңкеріп, тексеріп, жақсылап қуырып аламыз. Бауырды ас содасымен маринадтаған бір жағынан ерсі көрінуі мүмкін, бірақ та барлық выпечкаға осы ас содасын қолданамыз, қосып, екінші жағынан кейде емдік шаралар ретінде қабылдап та жатамыз. Сондықтан ас содасымен маринадтап, осылай қосудан қорықпаңыздар деп айтқым келіп отыр. Осы ас содасын қосқандықтан бауыр піскен кезінде өте жұп-жұмсақ, ауызда ерейтіндей жұп-жұмсақ болып піседі. Толықтай рецептін описанияда қалдырып кетем. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Енді өте дәмді шығады.
әрі келген қонақтарыңызды бауырдан жасалған ерекше таңғаммен таңғалдырып, өзіңіздің аспаздық шеберлігіңізбен екінші рет таңғалдырасыз. Сондықтан тағы да айтып өтемін, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал енді соңғы үшінші партиясына, осы екінші партияны қорып жатқан кезде 9 шөптен тұратын прованский травы осындай дәмдеу үшін қосып жібердім. Мінекей қазір көрсетемін. Дайын, яғни мінекей прованский травы 9 шөптен тұратын дәмдеу үшін қолданып, қазір мінекей үшінші партиясын қорып жатырмын. Осылайша ас содасымен маринадталған бауырды мінекей қорып алдық. Енді дайын болған бауырымызды әдемілеп осылай безендіріп дастарханға ұсыну үшін бізге 1 дана пияз қажет. Сақина қылып турап алдық. Енді көк пияз қажет. Көк пиязды мына қиғаштау қылып тураймыз. Осылай мінекей қиғаштау қылып турап шықтық. Қазір көрсетемін, осындай болып шығу керек. Біз отбасымызбен үйде аскөкті жақсы көреміз, кинзаны, сондықтан кинзаны да осылай майдалап турап шығамыз. Шинковать етіп, майдалап осылай турап шықтық. Енді бір дана, яғни пол горький перец аламыз, бұрыш, 1 дана көк бұрыш тәтті, және 3-4 осындай қызанақ помидор алып турап шығамыз. Енді осы туралған көкөністерімізбен қазір безендіретін боламыз. Өздеріңізге ұнайтын үйдегі бір үлкендеу осындай табақты тарелканы алып, ортасына қуырылған бауырымызды саламыз. Енді бірінші қызанақтан бастаймыз. Қызанақты осылай біркелкі етіп қойып шығамыз. Міндетті түрде дәл осылай қою емес, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай қойып шықсаңыздар да, безендіріп шықсаңыздар да болады. Енді біз қызанақтан кейін араларына әдемі болып шығу үшін осы көк жаңағы тәтті полу горький перецімізді қостық. Ортасына қазір сақиналап туралған пиязымызды қойып шығатын боламыз. Мінекей пиязымызды қойдық безендіріп. Өйткені бауырды біздің үйде осылай шикі пиязбен, жаңағыдай тірі дейді ғой, тірі пиязбен жегенді жақсы көреді. Не болмаса сармайға пиязды қуырып жіберіп салсаңыздар да болады. Енді үстіне мінекей қиғаштап туралған көк пиязымызды қосып жатырмыз, және оның үстінен аскөкті қосамыз. Сіздер өздеріңіз ұнататын көкөністермен аскөкті алып безендірсеңіздер де болады. Дастарханның сәнін келтіретін жасалу жолы оп-оңай, дәмі жағынан енді ауызда еретін дәмі шашлык тәрізді бауырдан жасалған ыстық ерекше тағамды жасап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Құрметті көрермендер, видео ұнаса, жақында ашылған каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Және видео пайдалы болса, өз достарыңызбен де бөлісе кетіңіздер. Достар, сіздерден қолдау күтетін боламын, және сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің де бойыма үлкен шабыт береді. Егер дайындау барысында сұрақтар туындайтын болса, пікірге қалдыра кетіңіздер, міндетті түрде мен жауап беретін боламын. Ал енді қазір дәмін көреміз. Өте дәмді, тағы да жасап көруге кеңес беремін. Видеоны аяғына дейін қарап шыққандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.